активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда азамат 10 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі қолма-қол ақшасын декларацияда көрсете алады. 10 мың айлық есептік көрсеткіш деген қазір қанша болады сонда? Енді ол 31 желтоқсан 2023 жылғы жағдайдағы өзінің мүлкін көрсетеді. Яғни 2023 жылдың айлық есептік көрсеткіші алынады. 3450 айлық есептік көрсеткіш болса, биыл 34 миллион 500 мың ба? Қалай? Сондай ақша. Ол келесі жылы тапсырады ғой бұл азаматтар. Ол келесі жылы тапсырады. Айлық есептік көрсеткішпен есептелмей ме? Жоқ, биылғы есептік көрсеткіш. Биылғы 2023 жылғымен есептеледі. Декларацияда жазылады. Осы декларация 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша мүліктер көрсетесіз деп жазып тұрады. Яғни сол 31 желтоқсанда атында қандай мүлік тіркелді, сол жағдайдағы бүкіл мүлкін көрсетеді. Демек, азамат, менің 200 миллион теңгем бар қолымда, немесе менің 100 миллион теңгем бар деп көрсете алмайды. Дұрыс қой, көрсете алмайды. Негізі осы жерде түсіндіріп кетейін, оған ешкім заң бойынша 100 миллионның болса 100 миллионды көрсетуге болмайды деген шектеу қойылмайды. Бірақ егер де ол келесі жылы декларацияда өзінің табысын дәлелдейтін жағдайлар келіп жатса, онда ол 10 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі қолма-қол ақшасын ғана басшылыққа алады да, қалған үстіндегі сомасын ол белгілі бір дәлел ретінде қолдана алмайды. Қолдана алмайды дәлел ретінде. Сіздер жеке азаматтардың құқығын шектеп атқан жоқсыздар ма? Жоқ. Сонда былай қараңызшы, Айнұр, 34 миллионға дейін сен қолыңда ұстай аласың, ал 34 миллион, мысалы 100 мың ұстаған келетін шығар, 100 миллион, мысалы 70 миллион сен міндетті түрде банкке апарып сал деп атсыздар да, сіздер қысыз қазір, дұрыс па? Банкке апарып саласың, банкке барған кезде, салған кезде сенің қолыңда дәлел болады. Міне, банктың қағазы, ол депозитте жатыр дегендей, мысалы. Дұрыс қой? Яғни сіздер адамдарды 34 миллионнан асқан суммасының бәрін банкке апарып салуға мәжбүрлейсіздер да, былайша айтқанда. Неге олай? Құқы бұзылмай ма деймін да, жеке азаматтардың. Апарып сал деп ешкім мәжбүрлемейді. Жоқ, енді ол дәлелдей алмайды ғой. Адамның өзінің жеке басының құқығы, ол өзінің активтерімен қалай оларды жұмсайды және қайда салып оны көбейтеді. Мысалы, экономистердің пікірінше, үздік пікірлері бойынша, қолма-қол ақшамен барлық активтерін, қолындағы байлығын, ақшасын ұстау өте тиімсіз. Оны мысалы белгілі бір инвестицияларға салуына болады. Басқа да мысалы депозит демекші, депозитке де белгілі бір бөлігін салуға болады. Белгілі бір басқа да акция сатып алуға болады. Криптовалюта сатып алуға. Криптовалюта болсын. Енді мен ешкімді үгіттемеймін, әр адам өзінің жаңағы оған қалай ыңғайлы солай сақтай алады негізі, ешкім оған шектеу бере алмайды. Бірақ экономикалық тұрғыдан келгенде қазіргі жағдайда инфляция өсіп жатқанда бір жағынан қолма-қол ақшаны мысалы біз халықаралық мысалы аренада әртүрлі жағдайлар болып жатқанын көріп жатырмыз. Соған байланысты курста өсіп жатыр, мысалы әр кезде кейде түсіп кетеді, кейде өсіп кетеді. Сол үшін олай қолма-қол ақшаны ұстап отыру өте тиімсіз негізі.